Бокс тарихындағы ең ақшалы жекпе-жектер көрермендерге де қызықты. Бұл жекпе-жектерді әрине Флойд ақша Мейвезердің кештері бастап тұр. Оның 4 бірдей кездесуі тарихтағы ең қалталы жекпе-жектердің қатарында. Кәсіпқой бокс бұл бизнес, содан кейін ғана спорт. Осы тұрғыдан ақша жасауды Мейвезерден артық ешкім білмейді. Ал біз шығарылымды бастаймыз. 2002 жылғы өткені Ленокс Льюис пен Тайсонның жекпе-жегі $181 миллион тауып, қалталылар көшінің соңына аяқ тірейді. Ғасыр басының қаржысына қарасақ, жаман емес. Бұдан кейін өткен Тайсон Холифилд жекпе-жегі $199 миллион пайда келген. Оның $39 миллион Холифилд қалтаға басса, Тайсон $33 миллион алған. Ал 2007 жылы болған Де Ла Хойя мен Мейвезердің жекпе-жегі де осы тізімде. Мансабының құлдырау кезеңінде болғанына қарамастан, Де Ла Хойя Мейвезерге қарсы жақсы жекпе-жек өткізді. Және Мейвезерден 2 есе көп пайда тапты. Мүмкін бұл Мейвезердің ақша тұрғысынан жеңбеген жалғыз кездесуі болар. Бұл кештен барлығы $255 миллион табыс түссе, Де Ла Хойя 57 миллион, Мейвезер 27 миллион қалтаға басқан. 2013 жылғы Канело Мейвезер кездесуі де қаржылық тұрғыдан өте алпауыт жекпе-жек болды. Бір қызығы, Канело бұл кезде мұндай деңгейдегі жұлдыз емес еді. Және Мейвезер оны тактикалық тұрғыдан айқын жеңді. Бірақ біртүрлі төрешілік шешімдермен, аралас шешіммен Мейвезер жеңіске жетті. Осылайша Де Ла Хойя бастаған мексикалықтар Мейвезерді тағы да тонай алмады. Дегенмен $293 миллион пайда келген кездесуде Мейвезер 89 миллион, ал Канело 13 миллион қалтаға басып, Мейвезер керісінше оларды тонап кеткен секілді. Бұдан кейінгі ирландиялық супержұлдыз Макгрегор мен Мейвезердің жекпе-жегі нағыз ақша жекпе-жегі болды. 2017 жылы Лас-Вегаста өткен бокс кеші $907 миллион жинап рекорд қойды. Мейвезер $306 миллион, ал Конор $96 миллион алды. Дегенмен бокстағы ең қымбат кездесу 2015 жылы тағы да Мейвезердің қатысуымен Пакьяоға қарсы өтті. Жақсылық пен зұлымдық шайқасы деп жарнамаланған кездесу шахмат ойыны сияқты болды. Және кассасы $931 миллион жинады. Мейвезер $306 миллион, ал Пакьяо $89 миллион қаржы алды.